Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып жаратылыстану 26 сабақ. Сабақтың тақырыбы жарық пен қараңғы. Балалар, біз бірінші тақырыбымызды ашпас бұрын суретке назар аударайық. Екі суретті салыстырайық. Суреттерде уақыттың қай бөлігі бейнеленген? Жарық не үшін қажет? Қараңғылық қажет пе? Өз ойымызбен бөлісейік. Қанекей, бірінші суретке назар аудар. Бұл жерде нені көріп тұрсың? Екінші суретпен айырмашылығы неде? Бұл жерде күндіз. Күндіз. Бұл яғни жарық. Бізді бұл күндіз жарық қып тұрған ең басты нәрсе ол балалар. Бізде күн. Балалар, күн бізге жарқырап, жарық сыйлап тұр. Ал екінші суретте қараңғы, яғни түн мезгілі. Бұл жерде күндізден айырмашылығы күн жоқ. Балалар, бұл түн мезгілі. Тағы да ары қарай өз ойымен бөліс. Білгенің жөн. Жарық арқылы адам мен жануарлар айналасындағы әлемді көреді. Сәуле бойында энергиясы бар сызық. Жарық адамдар, жануарлар мен өсімдіктердің тіршілігі үшін аса қажет. Балалар, біз жарық болмаса өмір сүре аламыз ба? Жоқ, әрине, біз үшін жарық өте маңызды. Балалар. Ойланайық. Қай денелер жарық шығарады? Неліктен? Суретке назар аударайық. Бұл жерде балалар, мынау күннің бейнесі. Күн бізге не береді? Жарық береді. Содан соң не береді? Жылу береді. Ал екінші сурет астындағы сурет бұл доп. Әрине, доп пен күннің ұқсастығы неде? Екеуінің ұқсастығы пішінінде. Бірақ бұлар доп бізге жарық береді ме? Жоқ, әрине. Қараңғыда доп көрінеді ме? Жоқ. Бұл жарық арқылы ғана көрінеді. Екінші суретке назар аударайық. Мынау аспан денелері. Аспан денелері. Балалар, бұл түн мезгілі бейнеленген. Астындағы бұл не, балалар? Бұл жарық беріп тұрған стол үсті жарығы. Балалар, бұл да бізге жарық беріп тұр. Бұл бізге жарық сыйлай алады ма? Электр тоғы арқылы бізге жарық сыйлап тұр. Үшінші суретке назар аударайық. Бұл жерде түн мезгілі, яғни аспан денелерінің ішіндегі жұлдыздар мен айлар. Бұлар жарық сыйлайды ма? Әрине, жарық түсіреді. Балалар. Екінші, найзағай. Найзағай бұл қай мезгілде ойнайды? Жарқылы, найзағай жарқылдаған кезде бізге жарық сыйлайды. Тәжірибе жасайық. Қараңғы бөлмеде телефонның жарқылын қосып және өшіріп фотосуретке түс. Суреттер қалай шықты? Әрине, қараңғы бөлмедегі түскен суретіміз бізге ешқандай нәтиже бермейді. Одан ештеңке біздің бейнеміз көрінбейтін болады. Ал бізге жарықты қосып суретке түссек, ол жердегі барлық денелер көрініп тұрады. Яғни, біздің кез келген өміріміздің сәтінде жарық біз үшін өте қажет екенін түсінеміз. Зерттейік. Табиғат аясында демалған кезіңді есіңе түсір. Дала күндіз қандай болады? Кешкісін ше? Қай суретте күннен қорғану ережесі
сақталған. Бірінші суретте балалар табиғат аясында отбасымен демалыста, балалар. Бұл жерде балалар күндіз қандай болып тұр дала? Жарық болып тұр, жылы болып тұр, барлық денелер, барлық адамдар, табиғат болсын, суретте бейнеленген денелердің барлығы бізге көрініп тұр. Яғни бұл жарық болып тұр. Ал кешкісін қандай болады бұл жерде? Қараңғы басады да, бұл жердегі бейнеленген денелердің барлығы бізге көрінбей, беймәлім болады. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жерде күндіз, әрине, балалар. Күндіз балалар бізде күндіз бұл жерде де барлық денелер бейнелері көрініп тұр. Енді осы суретте біз күннен қорғану ережесі сақталған ба? Әрине сақталған. Балалар, жаз мезгілі қатты ыстық болатынын білеміз, Бұл кезде бізге жарық, жылу, жарық сыйлағанмен күннің астында көп жүру бізге өте қауіпті. Сол үшін де күннен қорғану ережесін сақтап жүруіміз керек. Бұл суретте біз балалардың күннен қорғану ережесін сақтаған. Оны біз қайдан біліп тұрмыз? Әрине, бастарына күннен қорғану үшін шапкаларын киіп алған, бас киімдерін. Бізде жазда демалыс кезінде, демалған кезімізде ата-аналарымызбен осы күннен қорғану ережелерін сақтап жүруіміз аса маңызды, балалар. Оны естен шығармаймыз. Және балалар күн астында жүрген кезде тағы да қандай күннен қорғану ережелерін білесіңдер. Ары қарай өздерің құрастырып, ойланып, мұғалімдеріңмен бөлісуді ұмытпаңдар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.